Сәлем баршаға, мұндайды қалай көрсетпейміз? Менің артымда тәуелсіз Қазақстан тарихындағы тұңғыш дөңгелек шығаратын кәсіпорын. Сарайындағы Тенгри Tires зауытындамыз. Шина қалай жасалатынын көріп сапасын тексереміз бе? Кеттік. Келгенде басты ұстап қаларсың қазір дәл осы сәт бүгіннен басталады. Ой, фрмой, бұл мекеме сонау 1897 жылдан бері жұмыс істеп жатыр деп ілмей қояйын. Тарихы қысқа, 4 жыл бұрын іргетасы қаланған. Ал былтырғы жылы алғашқы тауарлық шинаның партиясы дүкеннің сөресіне жетті. Тенгри Tires аумағы 106 мың шаршы метр. Бұл дегеніміз 15 футбол алаңымен тең. Ірі зауыт аймақтың бюджетін толтырып, өлкенің дамуына ықпал етіп жатыр. Мынау аса маңызды компонент сажа. Техникалық көміртек, синтетикалық каучук және металлокорд шетелден алынады. Өндірістік процесс, шикізат, қоспа әзірлеу, көк шинадан вулканизация мен сапа контроліне дейін толық циклды қамтиды. Жаңа ғана миксерден шыққан мына резинке кеспе арғарай экструдерға кетіп бар жатыр. Сосын жоғары температурамен балқытылып протектор жасалады. Мына бір Камерио Эрколле деп аталатын италиялық қондырғы дәл қазір кортты, яғни сымды резинкелеп жатыр. Словакиялық техника, қазақстандық жұмысшылар. Мына материалды байқаған шығарсыз. Бұл дөңгелектің ішкі қатпары. Дәл қазір жүк көлікке арналған дөңгелектің металлокордын кесу процесі. Тенгри Tires заманауи автоматтандырылған зауыт. Шик резина партиялары, металлокорд бухталары, кез келген химияның штрих-коды бар. Сол белгі бойынша шикізат қай шинаға арналғанын анықтауға болады. Сканер ұстаған посттағы жұмысшылар технологиялық тізбекпен жүріп бара жатқан компоненттерді бақылап отырады. Зауытта соңғы үлгідегі техниканың 800 данасы орнатылған. Соның арқасында жұмыс қарқыны жоғары. Есімің кім, братын? Жанбота. Жанбота? Аха. Ерекше екен атың. Рахмет. Қалай, зауыт ұнап жатыр ма? Қанша жыл болды істеп жатқаныңа? Жарты жылдай болды осы зауытта істеп жатқан. Иә, әрине, біздің осы қаладағы ең үлкен зауыттардың бірі. Және біздің өзіміздің қазақстандық продукция. Мен өзім инженер по качеству. Бұның сапасына жауап беремін. Осы шиналардың құралатын жан-жақта. Қыстық немесе жаздық шинаны өзің орнаттың ма машинаңа? Орнатам. Осы жазда бізге скидка болады. Осы жерде жұмыс істейтін кісілерге. Соған алам деген үміттемін. Бекерден бекер, қаста жүрген жоқ түрлі ой. Бекерден бекер, жүрген жоқ қыздар көзді ой. Тыңдаған білем, бізді мыңдаған екен. Шайқаласың білем, көмірларыңмен бірге. Мынау бір ерекше сәт. Дөңгелектің беткі қабаты, яғни протектор жасалып, бетіне бояу жағылуда. Айтпақшы, бояу не үшін қажет екенін білесіз бе? Ол зауыттың ішкі маркировкасы. Мысалы, мынау 215-65-R17. Бұл толықтай автоматтандырылған участке. Контент жағынан ең қызық процесс. Қызметкердің жұмысы тек қана батырманы басу. Арғарай роботтар бәрін өзі жасайды. Сол жақтағы, менің артындағы қондырғы 2 қабат брекерді жалғайды, артынша бір слой GLB лентасы кетеді, сосын барып протектор. Ана жаққа жеткенде қапталдығы борттары жапсырылып, көк шина әзірленеді. Орта есеппен 45 секунд сайын бір дана көк шина әзірленеді. Әрғарай дөңгелектер конвейер принципімен бояу цехіне жіберіледі. 4 қондырғыдан келген көк шина осы жерде топтасады. Бұл вулканизация алдындағы соңғы нүкте. Дәл қазір дөңгелектің ішіне робот каркас смазкасын жағып жатыр. Влад, зауытта жұмыс істеп жатқаныңа неше жыл болды? Я работаю на предшинном предприятии уже 2,5 года. Тамаша. Кешке дейін дәл осы қондырғының жанында тұрмайтын шығарсың. Күн тәртібінде тағы қандай процесстер бар? Для начала я осматриваю сырую продукцию на наличие внешних дефектов. На наличие внешних дефектов и каркасной смазки. После того, как я убежусь в том, что покрышка пригодна к работе, я ставлю сырую покрышку на загрузочный стол. Солай, достар, отандық өнім. Бұл вулканизация учаскесі фиништің алдындағы соңғы нүкте. Әр тараптан жиналған шикі дөңгелек пеште пісіріледі. Мына қондырғының атауы форматор. Осындайдың 74 данасы бар. 175 градус температурада әр дөңгелек 12 минут қайнатылады, сосын формасы дайын. Зауытта өндірілген әр шина міндетті тексерістің 2 кезеңінен өтеді. Мінекей, контролер ақау іздеп жатыр. Егер проблема табылса, шина зауыттан ешқайда шықпайды, утилизацияға жіберіледі. Бірақ ше, арғарай тағыда автоматты тексеріс
кезең күтіп тұр. Массасы тексеріледі, көлемі, радиалды және қапталдық солқылдауы, конустығы, күштік біркелкілігі. Бірақ зауыттан сыртқа шықпайды, яғни екінші сорт жоқ. Вау, мінекей достар, толықтай тексерістен өткен дайын өнім. Зауыттан аттары жазғы шинасының 3 моделі шығады. S01, S02 және S03. Қыстық W01-дің көлемі 14-тен 18 дюймге дейін. W02, W03 және автобус пен жүк көлікке арналған әмбебап дөңгелек 20-дан 22,5 дюймге дейін. Аттар атау бір түрі сияқты, бірақ ол маңызды емес. Ең бастысы жергілікті халыққа жұмыс орындары пайда болған. Дәл қазір штатта 840 адам. Оны 1100-ге дейін өсіру жоспарланып отыр. Бұл зауыт Саран қаласында ғана емес, Қарағанды облысындағы аса маңызды өндіріс ошағы болып есептеледі. Қала мен облыстың әр нүктесінен мекемеге жұмысшы жеткізу системасы алдын ала реттелген. Өндіріс деген жақсы ғой, әрине, бірақ та тауарды сатып алатын клиент болмаса, одан не пайда? Енді ең маңызды ақпарат бағасы. Жаман емес екен, бұл бюджетка. Аттардың 205-65R16-сы 23 мың теңге. Ардақты ағайын, 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы. Дәл қазір Қазақстандағы автомобиль құрастыру саласында 6000 адам қызмет етіп жатыр. Биыл Қостанай мен Алматыдағы зауыттарда тағы 5400 жұмыс орны пайда болады екен. Егер алып сатарлықтан жалықсаң, зауытқа кел, қалқатай. Видео ұнады ма? Арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазып кетші. Бәрін біліп ал, білім ал, сендерге салатын әнімнау, халқым төр анау, ей әлеумет, әңгіме параллель, тобынға бара бер, астында панамер, ауылда қала бер, ұнды қала бер.